Саламатсыздар ма балалар? 113 есебімізде әкесі неше жаста болса, баласы сонша ай дейді. Екеуінің жастарының қосындысы 39 жыл дейді. Баласы неше жаста дейді. Ендеше шығарайық: әкесі және баласы. Баласы аймен берілген, x тек, әкесі жылмен берілген. Яғни бір жылда 12 ай бар. X көбейтілген 12 дейік. Енді теңдеу құрсақ, X көбейтілген 12 қосылған X тең 39 жас, екеуінің қосындысы. Мұнда 12X қосамыз, 1X тең 39. Яғни 12-ке 1-ді қоссақ 13X болады, тең 39. Енді X тау үшін 39-ды біз 13-ке бөлеміз. Сонда X-іміз бізде 3 болады. Яғни бұл баласының жасы. Баласы 3 жаста. Егер сіздерден сұраса, әкесі сонда неше жаста дейтін болса, онда X-тің орнына мына жерде 3-ті қойып берсеңіздер болады. Сонда әкесінің жасы шығады. Яғни X-іміз бізде 3-ке тең, 3 көбейтілген 12. 36 жас. Ал енді екеуінің әкесі неше жаста болса, баласы сонша ай деді ғой. Баласының айын есептейтін болсақ, 3-ті біз 12-ке көбейтік, сонда 36 ай болады. Яғни 36 ай. Мынау жас дегеніміз жыл. Әкесі және де баласы.